Қозыны орнынан қозғалта алмады. Сөйтіп, ұятқа қалып, Қодарекең жезден жүз алуға батылы бармады. Кезек сенікі, Тазша, деп шуласты. Баянды Қодардан қызғанып, шоқ-шоқ дейтін 90 құл, 90 мырза, олар да Қозыға риза. Қодар Қозыға қарап басын иеді. Күш атасынан танымас деген мақал осыдан қалғандай болды. Қодар құлдың басына қара бұлт қонды. Таз жылқышы ішінен күбірлеп Құдайға сыйынды. Жақсылап белін бекем буынды. Әуп деп Қодар құлды аттың үстінен жұлып алып, тай үстінде ұршықтай үйірді. Қодар өтірік күліп, әзіл ғой деп ыржақтады. Қозы таз оң қолымен көтеріп, Қодар-ау, қара күшің қайда жүр, деп баладай алақанды салмақтады. Албаста басқа жұртта күңкілдеді. Тамам жұрт Қозы тазға ұлсың деді. Кеудем соқ, өркөкірек аңғал батыр Қодарды ноғайлы жұрты мазақтап күлді. Қозы Қодардың күшін байқап, сыннан мүдірмей өтті. Қол мақтан есер тірлік Қодардың түбіне жетті. Алтын күймеде мұны көріп отырған Баян сұлу қатты қуанды. Қозының ерлігіне жұбанды. Айбаста сонша жерден текке ертіп келмеген екенмін. Жарадың Қозым деп ерлігін құп алды. Алақанға салып салмақтаған Қодарды Қозы ала айғырға қондырып салды. Ұялған тек тұрмас деген Қодар. Антұрған мына Тазша түпке жетті. Мені аударып алған соң көңіл бітті. Өйтіп ойнаған ойының құрсын. Қу Тазша ердің қасы ішіме батты, деп құлағына дейтін қызарып, күңкілдеумен сол жерде қалды. Осы бір текетірес Қодардың көкейіне сіңді. Есемді бір қайтарамын деп ішінен түйді. Жылқы қайтадан ауылдан ұзап жайылымға өрледі де, Қозы Қодардың жанына ермей, жылқы шетінде жүріп, мұны көрсе де көрмеді. Қодар болса, қашқақтай маңайына жоламай ермеді. Өмір өстіп, өтіп жатты. Біреу ерте, біреу кеш, өмірдің қызығын кешіп жатты. Ноғайлы да сан тайпадан, рудан құрылған, еңселі де ел екені белгілі. Сол елдің Орманбет би бүкіл елге ас болатынына білдіріп, сауын айтты. Көптен бөлінуді ерсі көрген Қозы Баян мен асқа бару бармау жағын ақылдасты. Баян сұлу мұңданып тұрып Қозыға: «Әй, Қозым, асау айдап, жылқыңнан қалма, садағыңды беліңнен алма. Асқа тойған 90 құл жиынға жалғыз келді» деп мазақ қылады. «Тілімді алсаң, сол тойға барма», деді. Ғашығының сөзіне еріп, Қозы қарсылық қайтармады. Қырдасансыз жылқыны өзі қайырып, ер жүрек Қозы жалғыз үйде шолпысыз жылдырлаған сұлу Баян қалды. Өзге жанның бәрі түк қалмай асқа барды. Әлқисса, араға хабарға бір сүйкімді торғайды салады. Сол сүйкімді торғай арқылы Баян жары Қозының жай күйін біледі. Қодардан қауіптенген Баян сұлу асыранды торғайын ауық-ауық Қозыға жіберіп, хабар алғызып тұрған күннің бірі еді. Бозторғай Қозының білегіне қонып, амандығын біліп, аузекі сөйлесіп, сағынышты сәлемін алып кері ұшқан. Қырсыққанда қымыран іриді демекші, ауыл шетінен жете бергенде қайдан сап ете қалғаны белгісіз 41 қырғи қуалап ортаға алды. Осындайда жан шіркін тәтті, Бозторғай қайда барарын білмей састы. Ата жауы алқымдап келе жатса, не істесін? Сол күні ертемен Баян сұлудың қаны қас бір жеңгесі қайын сіңілісін мақпал тонын ұрлап киіп, алаң белеңді сиыр сауып отырған еді. Сонадайдан жан ұшырып 41 қырғиға алдырмай келе жатқан Бозторғай иесі Баянның мақпал тонын киіп отырғанын көріп, жеңінен кіріп, ішінен шықты. Қатыгез қара жүрек Баянның жеңгесіне керегі де осы еді. Іштей кегін сақтап, өштескен қар Бозторғайды оп-оңай ұстап ала қояды. Қуанғаны сонша, сиыр сауғанын тоқтатып, орнынан тұрып, Бозторғайды да өші бардай бүріп ұстап, мойнын бұрап ала қойды. О, тәңірім,
бұл өмірге жақсылық пен жамандықты неге бірге әкелдің? Әлде тірі адамның тіршілігін, табиғатын бір-бірімен қырқысуға бейімдедің бе? Көпте көрген көне, әй адамзат, бұл өмір көпке созылмайтын шолақ екен. Адамдар бір-біріне бұл өмірде қонақ екен, деп босқа айтпаса керек, ашынбаса керек. Осының бәрі кейбіреудің біреуге жақсылық жасағанын гөрі жамандыққа қиятынынан ба екен. Сұлу Баянның жеңгесі де сол соңғы саптан еді. Бозторғайының кішкене қауіптеніп, жеңгесінің көп сұмдыққа жақын екенін біліп, Баян жақындап келді. Әдетте көз алдамайды, бір пәленің болғанын ойнақшып тұрып айтып салғандай еді. Жеңеше, бозторғайым ен далада ұшып келуі керек еді. Сертіне, дініне берік еді. Көрмедің бе ғайыптан? Деп сұрады ақ Баян. Жеңгесі тырс үндемей, теріс айналған соң шыдамай кеткен сұлу қыз бірден турасына көшті. Жеңеше, торғайымды өзіме қайтар. Мақпал тоным сұраусыз, деді шыдамай кеткен Баян. Жеңгесі мырс-мырс күлді. Баян қыз, асқақтайсың неге бүйтіп? Торғайың қазына ма қалған бітіп? Аптығыңды енді ғана түсіндім, хабарды жігітіңнен жүрсің бе күтіп? Қашып кеткен келді ме жігітіңмен, соны сірә жүрсің бе күтуменен? Мына жұрттың қалмай ма күліп саған, біз білмеген бір жігітпен қашты деп жеңгесі сылтың қылып. Пау жеңеше, неге ғана мені ойлап күйесің, күнде тойлап менімен жүргендейсің? Білген адам күлмейді, қуанады, теңін тауып қосылса дұрыс сайлап. Жүргендейсің менімен күнде тойлап, деген сөз шамына тиіп кеткен жеңгесі онан сайын өршіп салсын. Торғайыңды бермеймін, тыңда Баян, жеңге деген атым бар жұртқа аян. Екі орта шөл екен ғой, барар жерің, таба алмассың жігітіңді енді Баян, дейді. Ондағысы торғайыңның жоқтығынан қозыдан хабар алмайсың дегені еді. Үмітсіз шайтан. Баян қатыгез жеңгеге тағы да кеп жалынсып. Жеңеше, торғайымды бермесең өкпелеймін, көңілімні қалдырды текке деймін. Саған қашан жасап емі жамандықты, адал болсаң айтып қал бетке деймін, деп жыламсырады жеңгесі. Айналайын Баян қыз, еш нәрсе торғайыңа қылғаным жоқ. Жөнін жылдым, торғайды ұрғаным жоқ. Өзімде аң-таң болып отырғаным, өліп қалды Алладан қазасы боп, деді. Бұған Баян сенбеді, тағы да сұрады. Жеңгесі тағы да жауап қатты. Қашып барып үйленген қандай адам, қашты деген биіктің аты жаман. Мен сырымды айтайын бикеш саған, мен берсем де бермейді қодар ағаң. Бұл сөзге Баян сұлу қатты ренжіп қалды. Көңілі бұзылып, жылауға азақ алды. Кішірейіп, жалынбаймын қодарыңа. Мен не қылдым, жылқышы оларыңа? Жеңеше, қолыңдағы торғайды бер, әйтпесе көрінеді қодардың өлімді боларына, деді әдейі қорқытып. Жеңгесі суық тиген шыныдай шырт етті. Мен сенен қодардың өлер өлмесін сұраған жоқпын. Торғайың өліп қалды, тынышымды алмай аулақ жүр, деді. Бір сойқанның болғанын түнімен ұйықтамай шыққан Баян сұлу білгенде еді. Ертеңгісі қойшылар қоймен бірге өргенде, қозының Баянның айтуымен көп ноғайлы іздеп жүргенде, Әліжаппар құл ойына түскен бір жайды баяндады. Аягөздің бойындағы шоқтеректің жанынан малға, жай мол теректің маңынан қасқырақ қарап жүріп, қозыны көріп едім, деді ол. Әлқисса оқиға былай өрбіген еді. Қозыға кекті қодар құл түн қатып, күн жатып дұшпанын аңдыған еді. Баян қыздың өзіне көңілі жоғын да білетін. Қозы тіріде сұлу қыз өзіне тимейтінін де сезді. Сондықтан да жалғыз шешім оны о дүниеге аттандыру еді. Ал асқа кетіп, ауылда Баян жылқыда қозы барын ескерді. Аңдып жүріп қозының күрең атты шоқтеректің түбіне байлап жатқанын байқады. Мысықтан бандап жақындап келді. Түнімен жылқы күзетіп, әбден шаршаған қозы
ұйқыға енді. Іздеушісі жоқ деп қозы жауырын қол оқ пен садақтың адырнасын керді. Бар күшін салып қақ жүректің басын көздеп атып қалды. Қозының әдеуге де шамасы келмеді. Ұйқы жау, ұйқы дұшпан деген осы. Жаныңа ата жауын келді демеді. Қамшының сабындай қысқа өмір созуға келмеді. Қызғанышы дерті соған демеді. Қозының өлгеніне әбден көзі жеткен даңғой қатыгез қодар баянына көрсетемін деп қозының басын шұрқылтайынан кесіп алды. Арда күреңде жетегіне алып еді. Байғұс күрең иесінің басын танып шошып салды. Қодар қозыны жекпе-жекте жеңгендей бөсіп барды. Қыз баянның алдына ғашығының басын, байыңның басын деп лақтырып қалды. Қара түн еңселеп батқандай болды. Жан жағының бәрі азаға толды. Етегіндегі қозының басын қыз баян еңіреп жүріп сандығына салды. Еңіреген күйі әкесі Қарабайды іздеп тапты. Сорлы қыздың әкесі өтірік үрпие қалды. Әке, күйеу балаңды кім өлтірді? Соны айт, деп сұрақтың астына алып бастады. Қарабайдың жұлдызы оңынан тауып, Сарыбайдың сонау алыстан келген ұлы көзден құрып қуанғанын ішіне сақтады. Сөйтіп қызын құшақтап, өтірік жылаған боп, жұбатып, әкелік міндетін ақтады. Ал қыз баян біресе есінен танып, біресе есі кіріп, 3 күн, 3 түн дамып таппады. Өмірде өмір, өмір-ай, келте боп сонша келдің-ай. Артыңнан мен де барармын, тағдырдың қысқа керін-ай, деп жоқтау айтты. Оны бірі шынға, бірі жалғанға балады. Қозы қарағымды өлтірген ноғайлының қодары, деді Қарабай. Осы елдің батыры, менің жылқышыларымның басы. Аусарлау жігіт, мінезі баладай. Өзіңде барау қызым, қодарды алалап қозыны жақсы көрдің. Тірі адам тірлігін істейді, өмір мұнымен бітпейді. Әлі де талай күйеуді көрермін, соның бір жөнісіне ти. Той жасап беремін, деді әкесі. Қыз баян күні түні зарлады. Қорқып ешкім жанына бармады. Өзімен бірге зарласып деп, күйеуімнен есігіне ботасы өлген бөзінгенді байлады. Қарабай қызының мына тірлігін ұятқа балады. Ақыл сұрап, ауыл ақсақалдарына да бармады. 10 үйіне айқай салып жүгін тиеді. Алтын күймеде баян қыздың басқа ешкім қалмады. Қарабай мен Қаракөз қанша жалынса да, баян қасарысып жұртта қалды. Дүние-ай, қолындағы алтынын жоғалтқаннан қиын барма. Жүрегі зар жылаған баян сұлу жарының денесін іздеп барды. Қол ұшын бере алмаған қауым жұртты баян қыз жерін күйсін деп қарғады. Тағдырдың бұлай боларына қиналған қыз жұртта қалып тағы да 3 күн, 3 түн жатып қалды. Мұндай зарды ноғайлы естімепті. Ей қодар, тоқтат ана ғашығыңды, деп ноғайлы қарттары бұйрық салды. Айыбын енді біліп, жасыған қодарға да керегі осы еді. Сылтау қып, қарттар сөзін белге түйеп, ала айғыры мен жылап отырған баянға таяу келіп, иіліп, сәлем берді. Сөйтті де жол бойы жаттап келген сөзін баянға бір мүдірмей айтып берді. Жылқыны көп жалшылар суарады, сені көріп көңілім қуанады. Серттескен Қозекең өлді ғой, сұлу баян, енді сенімен алмай кім алады, деді. Ішіне кек толып, жасы бетін жуған, әбден зәрленіп алған баян қодарға қарап, басын көтерді. Қодардың түк болмағандай мүсіркенгеніне іші күйген ол, кегімді қайтарамын деп шешті. Мен сендік болайын, қодар еке, тек қозыны бір көрсетші, деді басын көтеріп тұра берген баян. Пай-пай, қыз баян, әлі маған нанбайсың ғой, ол өлгелі 2 күн өттау заман. Тиетін болсаң, маған тура сөйле, енді саған тасшаңды көрсетейін, деді қодар құл қоқиланып. Екеуі атқа мініп, шоқтеректі бетке алды. Құл қодар, ойнайық сұлу баян, деп қиғилық салды. Далада ойнағаның не болады, су басына барайық.
қозы құлды көрейік, деп жауап қатты сұлу баян. Сөйтіп екеуі шоқтеректің түбіне келді. Қозының жатқан жерін көрді. Күн егілді, түн егілді. Ақыры кек алудың тұлпарына жегілді. Ай қодар, шөлдеп кеттім, жылап болдым. Мінеки алтын кебіс. Анау құдықтан басына барайық. Сен маған су алып бересің. Шөл қанған соң қыз ойнақтай салайық, деді баян жүз жадыратып. Қодардың қолынан ұстап, Қодар байғұс бұл тірлікке құлап қалды. Мұнан бақытты адам жоқтай құлдыққа қарай ұзақ салды. Екеуі шоқтеректің бойындағы терең құдықтың жанына келді. Қодардың қуанышы көл көсір, төбесі көкке жеткенде. Бақытты болар ғашықтар отауының шарқын бұзып, шаңырағын ортасына түсіргенін сезсе енді есесіне ауық-ауық айт дегеннен айтамын айда баян, қасыңды менде жолдас қайда саған, алдыңда жарық болған ай мен баян, сондай ақыл біздерге қайда баян, деді өлеңдетіп. Мен шөлдедім, маған мына кебіспен құдықтан су алып берші, деді баян Қодарға екінші рет өтініш білдіріп. Терең құдыққа қалай түсемін, деді Қодар гүжілдеп. Менің бұрауымның ұста, бір ұшын білегіне байлап түс. Сүйіктісі шашын ұстатқанда Қодар батыр су алып беруге жарамай ма, деді баян Қодарды қайрап түсіп. Қодар қыз бұрымынан ұстап 40 кез құдыққа түсіп, сүйіктісі баянға 2 рет кебіспен су әперді. Суың жетер болса, шөлің қанса, тарт мені баян, құдық іші суық екен, тоңып кеттім, деп еркелей дауыстады. Бұл кезде сұлу баян сұрланып, жауына қарап, қырланып, дауыстай берді. Қыз үні жаңғырықып естілді. Қодар өлді, қайтты кек, құдық түбінде жатсын, сені бақа жеп, деп шашын қимақ боп пышақты көрсетті. Асудың да бір басуы болады. Қодар, қош бол, Ноғайлының қас батыры. Қыздың 40 айласының құрбаны болдың, қозыны өлтіріп, мақтанып толдың. Ал енді о дүниеде қанды болсын қолың. Тоқта, деді Қодар құдық түбінен дауыстап. Баянжан, мені есіңе алмадың ба? Әуелі суға түс, деп алдадың ба? Екі бірдей жігіттен тең айырылып, екі қараң суалып қалғаның ба? Мұнша қастық қылғандай ниеттім баян, мені неге сергелдің еттің баян? Екі бірдей жігіттен тең айырылып, көзің ашық дүниеден өттің баян. Мұнша қастық қылғандай неттім баян, әке шешемді жылатып келдім баян. Тіл ұшымен мені сен жақын қылып, алдап жүріп түбіме жеттің баян. Айдай баян, ақ баян, неттім баян, ептеп жүріп түбіме жеттім баян. О дүниеде артыңнан еш қалмаспын, тікен боп араңа бітермін баян, деп соңғы зарын айтты. Баян сұлу осы бір жерде түтігіп кетіп, шашын пышақпен қиып жіберді. Құл Қодар 40 кез құдықтың түбіне құлап түсті. Баян Қодарды өлтіріп, шоқтеректің басына қайтып оралды. Мұң басқан жүрегі қаяу қыз Баянды сырттан көрген адам Қарабайдың қызы деп танымастай еді. Қайғы азабы қалжыратып, аяғын әрең басып жетті. Қозының мүрдесін көріп, көз жасына ерік берді. Жаным-ау, жатырсың ба жер бауырлап? Қодар атқан қаба, жүнді қайың оқты ауырлап. Тұрар болсаң тұршы жаным, атастырған жас баянын келді зарлап, деді өксіп-өксіп. Қара жер күңіреніп, дала жатты ыңыранып. Ай далада шоқтеректің түбінде қайғы жұтып жатқан жалғыз әйелді көріп, өтіп бара жатқан керуен тоқтады. Жалғыз өзің неге жылап отырсың, деп сұрады керуеншілер баяннан. Қоршап отырған жұртты көріп, қыз баян басын жерден алды. Дүние-ай, екеуміз Қарабай мен Сарыбайдан туған ұрпақ едік. Бірнеше ай күн ойнап күліп өмір кештік. Бүгін міне қаза жетті бір Құдайдан. Не деймін қайғы жұрттым осындайда, деді ол көзінің жасын сыға отырып. Осы сәт баянның сұлу жүзін көрген көп керуеншілер ұрды. Ақылдаса келіп,
Баян қыз сұлуға жалғыз жүру жараспайды, қайсымызға тиесің айтшы, деді. Ойлануға мұрсат берді. Қайран дүние. Сұлулығы денесінде жаны бар тіршілік атаулы неге ынтық екен? Сұлудың шерлі қайғыға жолыққаны, қабырғасы қайысқаны түкте емес пе? Осы бір сәтте қыз Баян тағы да бір қулық ойлады. Ғашықтардың алданбасына қоймады. Мұрсат күні біткенде шоқтеректің түбіне келіп өзінің шешімін жариялады. Өлген жігіт менің ғашығым еді, ешкімге теңдемес асылым еді. Ай далада төмпешік болып қалмасын, мазар тұрғызсам деп армандаймын. Оны салып берген жігітке күйеуге тер болғандаймын, деді ол. Қу сөз құлақтарына тиюі мұң екен. Керуеншілер іске кірісті. Тасты жинап, балшық илеп, оған жылқының қылын қосып, үлкен кесене мазар тұрғызды. Қыз Баян өзі барып мазарды көрді. Көңілі толып, арлы берлі жүрді. Қозыға еңкейіп, үйің құтты болсын, деп егіліп, ойланып біраз тұрды. Сонан соң өзін күтіп тұрған керуеншілерге қарай жүрді. Бұл кезде тамам керуен жиналып кеңес қылды. Баянды аламыз, деп көңілі тынды. Біз уәдеге берікпіз, қайсымызды қалайды, келсін, деді. Ойланып сұлу Баян жақын келді. Өз билігін керуеншілерге берді. Көп керуен ризамын келгеніңе, белгісін тұрғыздырдыңдар өлгеніме. Әр қайсыңа үлессем, мүшем жетпес, тиемін ақылы артық жеңгеніңе, деді ол. Осы бір сөз көшпелі керуеннің адамдарына кесел болып жабысты. Баянды алмаққа таласып, бірін-бірі өлтіруге барды. 40 кісіден 3 адам қалды. Олар қашып, 3 ру елге барды. Сөйтіп Қозы мен Баянның махаббаты туралы 3 рудың ақындары өлең жазды. Ол жыр елге тарап, махаббат мазары өсер ұрпаққа мұра болып қалды. Қозы өлген соң тірліктің қажеті не? Аққудың сыңарындай сұлу Баян елмен қоштасып, жермен бақұлдасып, аямай өзіне өзі қанжар салды. Әркімнің де адал болсын, Құдай қосқан ақ ниет, сүйген жары.